Қайырлы күн оқушылар, бұл сабақта ықтималдыққа байланысты есептер шығарамыз. Бірінші, жәшікте 36 шар бар, жартысы ақ, төртеуі көк, қалғаны қызыл түсті. Кездейсоқ алынған шардың қызыл түсті болу ықтималдығы дейді. Енді есепте барлығы бізде 36 шар бар екен. Енді олардың жартысы ақ дейді. 36-ның жартысы бізде 18 болады. Олай болса 18 ақ шар бар. Одан кейін төртеуі көк дейді. Төртеуі көк дейміз, ал қалғаны қызыл түсті дейді. Қалғанын табу үшін біз 36-тан мына 18-ді және 4-ті азайтамыз. 36-тан 18-ді азайтсақ 18, одан 4-ті азайтатын болсақ 14 шығады. Олай болатын болса бізде 14 қызыл шар бар екен. Енді бізде сұрап отырған нәрсесі кездейсоқ алынған шардың қызыл түсті болу ықтималдығы. Ықтималдықты анықтау үшін біз алдымен ықтималдықтың формуласын жазамыз. Ықтималдық бізде P әрпімен белгіленеді, ол m бөлінген n-ға тең. Енді бұл жерде біздегі мынау n деп отырғанымыз, ол барлық шарлардың санын береді, ол 36-ға тең. Ал m деп отырғанымыз мұндағы қызыл түсті шарлардың саны. Қызыл түсті шарлар бізде 14-ке тең. Енді осы табылған мәндерді біз орындарына қоя саламыз. Сонда бізде 36-тан 14 шығады. Бұдан ары қарай қысқарту орындаймыз. Екеуінде 2-ке бөлген кезде 18-ден 7 шығады. Дұрыс жауабы сонда С нұсқасы. Екінші, оқушы 3 таңбалы бір санды таңдады, ол санның 20-ға және 50-ге еселі болу ықтималдығын табыңыз. Алдымен формуласын жазамыз. P тең болады, m бөлінген n болады. Мұндағы n деп отырғанымыз біздегі барлық 3 таңбалы сандарды береді. 3 таңбалы сандар бізде жалпы 100-ден басталады. Одан ары қарай 101, дәл осылай жалғасып, ең үлкен 3 таңбалы сан 999-ға дейін барады. Енді 100 бен осы 999-дың аралығында бізде барлығы 903 таңбалы сан бар. Сондықтан біз n-нің мәнін 900-ға тең деп аламыз. Енді бізге m-нің мәнін анықтау керек. m деп отырғанымыз мұндағы 20-ға және 50-ге еселі болатын сандар. Олар бізде біріншісі мынау 100, одан кейін 200, одан кейін 300, сол сияқты 400, 500, 600, 700, 800 және 900. Яғни барлығы мына жерде бізде 9 сан бар. Олай болатын болса, m-нің орнына 9-ды қоямыз. Сонда біздің ықтималдығымызды анықтау үшін 9 бөлінген 900 болады. Бұдан ары қарай екеуін қысқартатын болсақ, екеуі де 9-ға бөлінеді, сонда 100-ден 1 шығады. 100-ден 1 деген бізде В нұсқасына сәйкес кеп тұр. Үшінші, лақтырылған екі ойын сүйегінің жақтарындағы цифрларының қосындысы 8 болуының ықтималдығы қандай? Жалпы ойын сүйегі дегеніміз бізде жақтары 1-ден бастап 6-ға дейін номерленген нарды ойнағанда қолданылатын кубикті айтамыз. Енді алдымен ықтималдықтың формуласын жазып алайық. Ол жерде бізде m бөлінген n болады. n деп отырғанымыз мұндағы барлық мүмкін жағдайлар саны. Бізде екі ойын сүйегі бар. Біріншісінен мынандай табличка қояйық, екіншісіне дәл осылай қояйық. Енді біріншісінде бізде жалпы 6 түрлі болуы мүмкін. Сондықтан 6 деп жазамыз. Екіншісінде дәл 6 түрлі болуы мүмкін, 1-ден 6-ға дейін. Екеуін көбейтетін болсақ, бізде 36 шығады. Яғни бізде 36 түрлі болып шығуы мүмкін екеуінікі. Яғни 2-де 1, 1-де 2, 3-де 3 деген сияқты. Сондықтан біз n-ді 36-ға тең деп қарастырамыз. Ал m-нің мәні бізде 8 болатын жағдайларға тоқталамыз. Мысал үшін бізде бірінші кубигіміз 2 болуы мүмкін, екіншісі 6 болуы мүмкін. Сонда екеуінің қосындысы бізде 8-ді береді. Сол сияқты бізде біріншісі 6, екіншісі 2 болуы мүмкін. Бұлардың да қосындысы 8-ді береді. Одан кейін біреуі 3, ал екіншісі 5 түсуі мүмкін. Мұндай жағдайда да қосынды 8, сол сияқты 5 қосылған 3 болса, ол да 8-ді береді. Одан кейін бізде 4 қосылған 4, осы да бізде 8-ді береді. Енді бұдан басқа ешқандай жағдай жоқ. Олай болатын болса, бізде мына m-нің мәні 5-ке тең. Себебі осындай 5 жағдай болуы мүмкін. Енді сәйкесінше осыларды орнына қою арқылы ықтималдығын анықтауға болады. Сонда 5 бөлінген 36 болады. Бұл бізде А нұсқасы.
Төртінші, ержан ойын сүйегін 2 мәрте лақтырды. Олардың қосындысы 10-ға тең екендігі белгілі болса, онда бірінші мәрте лақтырғандағы ойын сүйегінің 5-ке тең жағының түсу ықтималдығын табыңыз. Енді бұл жерде ержан ойын сүйегін 2 мәрте лақтырған екен, сондықтан біз біріншісін мына яшық арқылы, екіншісін мына яшық арқылы көрсетіп алайық. Енді бұл жерде бірінші жағдайда біріншісінен 5 түсу мүмкін, 10 шығу үшін екіншісінен міндетті түрде 5 түседі. Олай болса екеуінің қосындысы бізде 10-ды береді. Одан кейін екінші жағдай, біріншісінде 4 шығу мүмкін, екіншісінде 6 шығады. Сөйтіп екеуі 10-ды береді. Енді үшінші жағдайда енді мынау екінші жағдай керісінше орындалуы мүмкін, яғни біріншісі 6, екіншісі 4 жағымен түсу мүмкін. Сонда екеуінің қосындысы 10 береді. Бізде дәл осыны айтып отыр. Олардың қосындысы 10-ға тең екендігі белгілі дейді. Яғни бұл жерде байқап отырғанымыз 3 жағдай болып тұр. Енді ықтималдықтың формуласы бойынша m бөлінген n болатын болса, мұндағы 3 деп отырғанымыз n-ге сәйкес кеп тұр. Яғни барлық жағдайлардың саны осы 3-ке сәйкес. Енді біздегі m деп отырғанымыз бізде бірінші мәрте лақтырғандағы ойын сүйегінің 5-ке тең жағының түсуі дейді. Яғни 5-ке түсіп тұрған, ол бізде мына жерде қарайтын болсақ, бір-ақ жағдайда болып тұр. Қалған жағдайда 4 және 6 болып тұр. Сондықтан бізде мына m-нің мәні 1-ге сәйкес келіп тұр. Сонда бізде есебіміздің жауабы 3-тен 1. Бесінші, 45-тен 54-ке дейінгі натурал сандардың ішінен кездейсоқ таңдап алынған санның 3-ке бөліну ықтималдығы қандай? Енді бұл жерде бізде 45-тен 54-ке дейінгі натурал сандар делінген. Бізде 45-тен 54-ке дейінгі аралықта жалпы 10 натурал сан бар. Енді формула бойынша біз m бөлінген n болатын болса, мұндағы n-нің орнына осы барлық 10 санды қоямыз. Яғни n-нің мәні бізде 10-ға тең болады. m деп отырғанымыз осы сандардың ішіндегі 3-ке бөлінетін сандардың санын береді. Олар бізде 3-ке бөлінетін 45, 48, 51, 54. Яғни 4 сан бар екен. Сондықтан біз m-нің орнына 4-ті қоямыз. Бұдан ары қарай екеуін қысқартатын болсақ, бізде 5-тен 2 шығады. Енді мына жерде қарайтын болсақ, 5-тен 2 деген жауап жоқ. Ал 10-нан 4-ті біз 10-дық бөлшек түрінде жазатын болсақ, 0,10-4-ке тең болады. Сондықтан дұрыс жауабы С нұсқасы. Алтыншы, ойын сүйегі бір рет лақтырғандағы құрама сан түсу ықтималдығын табыңыз. Енді бізде ойын сүйегінде жалпы 6 жағы болады. Оның бір жағында 1, екіншісінде 2, үшіншісінде 3, төртіншісінде 4, бесіншісінде 5, алтыншысында 6 деген осы сандар тұрады. Олай болатын болса, формуладағы біздегі m бөлінген n болатын болса, мұндағы n-нің орнына біз сол 6-ны қойып аламыз. Ал m деп отырғанымыз осы сандардың ішіндегі құрама сандар. Бұл жердегі құрама сандар бізде мынау 6 және 4, 2-ақ сан бар. Сондықтан біз m-нің орнына 2-ні қоямыз. Ары қарай қысқартуды орындайтын болсақ, 3-тен 1 шығады. Сонда дұрысы В нұсқасы. Жетінші, қорапқа 250 бірдей бұйым салынған. Алынған кезде кез келген бұйымның жарамсыз болу ықтималдығы 0,4-ке тең. Қорапта неше жарамсыз бұйым бар? Енді бұны шығару үшін біз алдымен ықтималдықтың формуласын жазып алайық. Ол бізде P тең болады m бөлінген n. Енді біз мына P-нің орнына мына ықтималдық бізде берілген, соны қоямыз. Яғни 0,4-ті жазамыз, тең. Қорапта 250 бірдей бұйым салынған, яғни бұл бізде барлығы мына n-нің мәнін береді. Сонда n-нің орнына біз 250-ді қоямыз. Ал m-нің орнына өзін жазамыз. Сонда бұл жердегі біздегі жарамсыз бұйымдар ол m-нің санына сәйкес келіп тұр. Бұдан біз m-нің мәнін табу үшін сәйкесінше мына бөлшектің, мына санның, яғни бөлімінде 1 бар деп қарастырамыз. Ары қарай пропорция арқылы біз m-ді 1-ге көбейтеміз. Сонда m шығады. Ол тең болады 0,4-ті 250-ге көбейтеміз. Бұдан ары қарай 0,4-ті 250-ге көбейтетін болса, онда 10 шығады. Яғни біздегі жарамсыз бұйымдар 10-ға тең екен.
8-ші қорапта 161-дей бұйым бар. Қораптан сапалы бұйым алудың ықтималдығы 4-тен 3-ке тең. Қорапта қанша сапалы бұйым бар екенін анықтаңыз. Бұл да алдыңғы есепке ұқсас, яғни ол сияқты формуласын жазып аламыз. Енді ары қарай орындарына қоямыз. Мұнда бізде ықтималдық 4-тен 3-те берілген екен. Сондықтан п-ның орнына сол 4-тен 3-ті қоямыз. Ол тең болады. Сәйкесінше n-ның мәні берілген, ол 160-ға тең. Ал m-ның мәні бізде белгісіз. Бұдан ары қарай біз пропорция арқылы шығарамыз. 4-ті m-ге көбейткен кезде 4m болады. Одан кейін 3-ті 160-ға көбейтеміз. Ол бізде 480 болады. Ары қарай m-ның мәнін табу үшін сол 480-ді біз 4-ке бөлеміз. 480-ді 4-ке бөлетін болсақ, 120 шығады. Яғни қораптағы сапалы бұйымдар саны 120-ға тең. 9-шы 80 оқушының 20-сы домбыра үйірмесіне, 45-і қобыз үйірмесіне және 14-і қобызға да домбыраға да қатысады. Араларынан бір оқушы таңдалды. Таңдалған оқушы домбыраны да қобызды да тарта білмейтін оқушы болу ықтималдығын табыңыз. Енді алдымен формуласын жазып аламыз. Ол бойынша p тең m бөлінген n болады. Енді бұл жердегі n деп отырғанымыз барлық оқушы саны, ол 80-ге тең. Оны қойып аламыз. Ал m деп отырғанымыз домбыраны да қобызды да тарта білмейтін оқушылардың саны. Енді оны анықтау үшін біз жалпы Вен диаграммасын қолданамыз. Вен диаграммасы бойынша біз екі шеңберді қиылыстырып аламыз. Мұндағы біздегі біріншісі, мынау 20-сы домбыра үйірмесіне қатысады екен. Сондықтан біз 20D деп аласыламыз. Келесі 45-і қобыз үйірмесіне. Сондықтан мынаны 45Q деп аламыз. Одан кейін 14-і дейді, қобызға да домбыраға да қатысады. Яғни осы екі шеңбердің ортасындағы сызыққа біз 14-ті жазып аламыз аймаққа. Сонда біз 20-дан мына 14-ті азайтатын болсақ, бізде мына жердегі оқушылардың саны 6 болып шығады. 45-те мына 14-ті алатын болсақ, бізде мына аймақтағы оқушылардың саны 31-ге тең болып шығады. Енді біз осы үшеуін қосамыз. 31-ге 14-ті қосамыз. Бізде 45, 45-ке 6-ны қосатын болсақ, 51 шығады. Яғни бізде жалпы домбыра, қобыз тарталатын оқушылардың жалпы саны 51 болып тұр. Ал қалған оқушылар бізде не домбыраны, не қобызды да тарта алмайды. Сондықтан біздегі барлық 80 оқушыдан осы 51 оқушыны азайтамыз. 80-нен 51-ді азайтатын болсақ, 29 шығады. Осы 29 оқушы біздегі m-ның мәніне сәйкес кеп тұр. Сондықтан m-ның орнына 29-ды қоямыз. Сонда біздің жауабымыз 80-нен 29 деген жауап болады екен. Ол В нұсқасына сәйкес. 10-шы. Мына сандардың ішінен бір сан алынды. Алынған санның 10-ға қалдықсыз бөліну ықтималдығын табыңыз. Енді бұл жерде бізде 1-ден 150-ге дейін, яғни бізде барлығы 150 сан бар. Енді бізде 10-ға қалдықсыз бөлінетін сандар керек. 10-ға қалдықсыз бөлінетін сандар 10, 20, 30, дәл осылай бізде ең соңында 150-ге дейін барады. Енді осы аралықтағы сандардың саны ол бізде 15-ке тең болып шығады. Яғни бұл бізде m-ның мәніне сәйкес кеп тұр. Енді формула бойынша орындарына қоятын болсақ, m-ның орнына 15-ті қоямыз, n-ның орнына 150-ді қоямыз. Екеуін қысқартамыз, қысқартқан кезде 10-нан 1 шығады. 10-нан 1 деген жауап бізде А нұсқасы екен. 11-ші. Қызыл, сары, жасыл және көк түсті шарлардың барлық саны 50. Қызылдан басқа шарлар саны 35, жасылдан басқа шарлар саны 40, көктен басқа шарлар саны 37. Осы шарлардың ішінен кездейсоқ алынған шардың сары түсті болмау ықтималдығын табыңыз. Енді есептің шартын пайдалана отырып, әр түсте неше шар бар, соларды анықтап алайық алдымен. Енді бірінші бізде қызыл шардың саны анықтауға болады екен. Ол үшін біз мынау барлығы 50 шар болатын болса, қызылдан басқалар 35 деп тұр. Осы 35-ті 50-ден азайтамыз. Сонда қызыл шардың саны 15 болып шығады. Одан кейін бізде мына жерде жасылдан басқасы 40 дейді. Олай болатын болса, жасылдың санын табу үшін біз 50-ден 40-ты азайтамыз, сонда 10 шығады. Көктен басқа шарлар саны 37 екен. Олай болса, көк шарлардың саны
50-ден 37-ні азайтқанға тең, яғни 13-ке тең болып шығады. Ал сары шар бізде осылардан басқасы, яғни осы үшеуін қосып аламыз. Осы үшеуін қосатын болсақ, бізде 38 шығады. 50-ден 38-ді азайтатын болсақ, сары шарлар шығады. Олар бізде 12-ке тең болып тұр. Енді бізде бұл жерде ықтималдықты анықтау керек. Формуласын жазсақ, m бөлінген n болады. n деп отырғанымыз барлық шарлардың саны. Ол бізде 50-ге тең. Енді m-нің мәніне тоқталайық. Шартында айтады бізде, осы шарлардың ішінен кездейсоқ алынған шардың сары түсті болмау дейді. Яғни сары емес шарлардың саны керек. Сары емес шарлар бізде ол 38 болып тұр. Сондықтан m-нің орнына біз 38-ді жазамыз. Енді бұны біз ондық бөлшек түрінде жазуымыз керек, себебі жауаптары ондық бөлшек түрінде берілген. Ол үшін біз алымында бөлімінде 2-ке көбейтеміз. Сонда бізде 100-ден 76 болады. Бұл бізде 0,100-ден 76 болады. Сонда дұрыс жауабы Е нұсқасы екен. 12-ші. Қорапшада 1-ден 7-ге дейін нөмірленген 7 шар бар. Қорапшадан бір шар алғанда оның тақ нөмірлі болу ықтималдығын табыңыз. Енді 1-ден 7-ге дейін нөмірленген болса, соларды жазып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді формуласын жазатын болсақ, бізде m бөлінген n болады. n деп отырғанымыз мұндағы барлығының саны. Бұл жерде 7 сан болғандықтан n-нің орнына 7-ні қоямыз. Ал m деп отырғанымыз қорапшада дейді, бір шар алғанда оның тақ нөмірлі болу ықтималдығы, яғни тақ нөмірлі шарлардың саны. Тақ нөмірлер бізде 1, 3, 5, 7, яғни 4-еу бар екен. Сондықтан m-нің орнына біз 4-ті қоямыз. Сонда жауабы 7-ден 4 болады. 13-ші. Қорапшада 5 көк, 1 қызыл және 8 сары шар бар. Қорапшадан бір шар алынды. Алынған шардың қызыл немесе көк түсті болу ықтималдығын табыңыз. Енді алдымен формуласын жазамыз. P тең болады m бөлінген n. Енді мұндағы n деп отқанымыз бізде барлық шарлар. Яғни 5 көк, оған 1 қызылды қосамыз, оған 8 сарыны қосамыз. Сонда 14-ке тең болып шығады. Енді m деп отырғанымыз мұндағы біздегі қызыл немесе көк түсті болуы деп тұр. Яғни қызыл шар мен көк шардың қосындысы. Ол мына 5 пен 1 қосылады. Сонда бізде m-іміз 6-ға тең болады. Енді орындарына қоятын болсақ, 14-тен 6 болады. Ары қарай қысқарту орындаймыз. Екеуі де 2-ге бөлінеді. Сонда 7-тен 3 шығады. Яғни дұрыс жауабы бізде Д нұсқасы екен. 14-ші. Күннің ашық болу ықтималдығы 0,185. Күннің бұлтты болу ықтималдығын табыңыз. Енді бұл жерде біз мынаны ескеруіміз керек. Жалпы бізде ықтималдық дегеніміз 0 мен 1-дің аралығында болады. Яғни ең үлкен мәні 1-ге тең болады. Соны ескереміз. Енді бізде берілген ықтималдығымыз 0,185-ге тең екен. Бұл бізде күннің ашық болуы. Енді күннің ашық болмауы дегенді біз төбесіне сызықша қою арқылы белгілейміз. Яғни мынау бізде күннің ашық болмауының ықтималдығын көрсетеді. Біз осыны анықтау үшін 1-ден мына 0,185-ті азайтамыз. 0,185-ті азайтатын болсақ, 0,115 шығады. Яғни бізде күн ашық болмайтын болса, ол бұлтты болады деген мағына береді. Сондықтан бізде дұрыс жауабы Д нұсқасы болады. 15-ші. Барлық жақтары боялған кубты әр қыры 6-ға тең бөлікке бөлінетіндей етіп, бірнеше тең кубтарға бөлген. Осы кубтардың ішінен кездейсоқ алынған кубтың 3 жағы боялған болу ықтималдығын табыңыз. Енді бұл есепте берілген мына суреттегі ұқсас, яғни барлық жағы боялған кубтарды біз шағын кубиктерге бөлуге байланысты есепті алдыңғы тақырыптарда өткенбіз. Ол жерде бізде жалпы 3 жағы да боялған шағын кубиктердің санын анықтау үшін ол өте оңайтұғын, яғни бізде мынау төбелерінің санына тең болатын. Мына төбедегі неге қарайтын болсақ, бізде жалпы 3 жағы боялған, бірінші, екінші, 3 жағы боялған. Дәл сол сияқты мына төбедегі де солай болады. Бізде бұл жерде жалпы 8 төбесі болады кубикте, сондықтан біз m-нің мәнін 8-ге тең деп қарастырамыз. Ал n деп отырғанымыз барлық пайда болған шағын кубиктер саны.
Мына жерде бізде суретте қырын 5-ке бөлген, негізінен 6-ға бөлінетін болса, біз әр қырына 6 деп жазып аламыз. Яғни оның әр қыры тең болғандықтан біз осындағы n-нің мәнін анықтау үшін сол 6-ны кубтаймыз. 6-ны кубтайтын болсақ, ол 6-ны өзіне 3 мәрте көбейту деген мағына береді. 6-ны өзіне 3 мәрте көбейтетін болсақ, ол 216-ға тең болады. Енді формула бойынша орындарына қоямыз. Ол бізде m бөлінген n деп отырғанымыз барлығы 216, ал m деп отырғанымыз 3 жағы боялған шағын кубиктердің саны, ол 8-ге тең. Енді ары қарай қысқартуды орындаймыз. Екеуі де 8-ге бөлінеді. 8-і 8-ге бөлсек 1 шығады. 216-ны 8-ге бөлетін болсақ 27 шығады. Сонда жауабы 27-тен 1 болады. 16-шы. Зауыттан шығарылатын әрбір 150 детальдің 25-і жасырын ақаумен шығарылады. Зауыт өнімнің бір данасын сатып алсақ, бұл өнімнің ақаусыз болып шығуының ықтималдығын анықтаңыз. Енді формуласын жазамыз. Мұндағы n деп отырғанымыз жалпы барлық детальдің саны, ол 150 деталь. Одан кейін m деп отырғанымыз, мына жерде бізде шартында айтқан, алынған өнімнің ақаусыз болып шығуы дейді. Мынау 25-і бізде жасырын ақаумен шығады. Яғни ақаусыздардың санын табу үшін біз сол 150-ден 25-ті азайтуымыз керек. 150-ден 25-ті азайтатын болсақ, 125 шығады. Сонда m-нің мәні осы 125-ке тең болып тұр. Орындарына қоятын болсақ, 125 бөлінген 150 болып шығады. Енді бұл жерде екеуі де 25-ке бөлінеді. 150-ді 25-ке бөлетін болсақ 6 шығады. 125-ті 25-ке бөлсек, онда 5 шығады. Яғни жауабы 6-дан 5. Енді ықтималдықтарды қосу және көбейту формулаларын қолданып есептелетін есептерді шығарамыз. Бірінші, тиын ақша 2 рет лақтырылды. Оның дәл 1 рет сан жағымен түсу ықтималдығын табыңдар. Енді бізде жалпы тиын ақшада 2 беті болады. Оның бір жағында елтаңба, екінші жағында сан орналасады. Енді біздің есебіміздің шартында айтады, осы 2 тиынды лақтырған кезде ода сан жағы бір-ақ мәрте түсу керек, яғни 2 мәрте түспеу керек. Енді біз сол жағдайларға тоқталатын болсақ, бізде бірінші жағдайда біріншісі елтаңба, екіншісі сан болуы мүмкін. Ал екінші жағдайда бізде біріншісі сан, екіншісі елтаңба болуы мүмкін. Енді біз осылардың ықтималдығын көбейте отырып қосатын боламыз. Ықтималдығы бұлардың тең болады. Біріншісінің бізде елтаңба шығу ықтималдығы, яғни 2-ден 1 болады. Себебі 2 беті бар. Сондықтан оның ықтималдығын 2-ден 1 деп аламыз. Оған көбейтеміз. Сан жағының түсу ықтималдығы да ол да 2-ден 1-ге тең. Енді осыған қосамыз, екінші жағдайды қосамыз. Яғни екінші жағдайда біріншісінің сан болу ықтималдығы 2-ден 1-ге тең, және елтаңба болу ықтималдығы да 2-ден 1-ге тең. Сондықтан оны 2-ден 1-ге көбейтеміз. Ары қарай бізде мынау 2-ден 1-ді 2-ден 1-ге көбейтетін болсақ 4-тен 1 шығады. Сосын тағы да 2-ден 1-ге 2-ден 1-ді көбейтсек 4-тен 1 шығады. Екеуінің қосындысы 2-ден 1-ге тең болады. 2-ден 1 дегеніміз 0,5-ке тең. Яғни дұрыс жауабы С нұсқасы. Екінші, атқыштың нысанаға оқты тигізу ықтималдығы 0,8-ге тең. Ол нысанаға 2 рет оқ атты. Атқыштың нысанаға оқты 2 рет дәл тигізу ықтималдығы қандай? Енді бұл есепте біз былай алсақ болады. Атқыштың нысанаға тигізуін плюс деп алайық, тигізе алмауын минус деп қарастырайық. Енді бізде шартында айтады, атқыштың нысанаға оқты 2 рет дәл тигізуі дейді. Дәл тигізетін болса, екеуі де плюс болады. Яғни бізде осындай бір-ақ жағдай болады. Олай болатын болса, ықтималдығын анықтау үшін бірінші тигізгендегі, яғни бірінші оқты тигізу ықтималдығын есептеп аламыз. Ол бізде берілген, өзі 0,8 жазамыз, сосын оған көбейтеміз. Екінші оқты атқан кездегі оның тигізу ықтималдығы, ол да тағы 0,8-ге тең болады. Сонда 0,8-ді 0,8-ге көбейтеміз. Бұл бізде 0,164-ке тең болады. Сондықтан жауабы А нұсқасы. Бесінші, 5 карточкада мына әріптер жазылған. Карточкаларды кездейсоқ бір-бірден кездейсоқ алғанда кілем сөзінің шығу ықтималдығын табыңыз.
Енді бұл жерде ықтималдықты анықтау үшін ықтималдықтарды көбейту формуласын қолданамыз. P тең болады. Бірінші бізде мына әріптердің ішіндегі бірінші әріпі К әріпі шығу керек. Сондықтан мына жерде бізде 5 әріп бар. Сол 5 әріптен бізде мынау К деген бір ғана әріп таңдалу керек. Олай болатын болса, бірінші болып К әріпінің шығу ықтималдығы ол 5-тен 1-ге тең болады. Сосын оны көбейтеміз. Біздегі мына К әріпі кетіп қалды. Екіншісі әріпі. Яғни 4 әріптің ішінен бізде екіншісінде алған кезде әріпі шығу керек. Олай болатын болса, оның ықтималдығы 4-тен 1 болады. Одан кейін осы әріпі кетіп қалады. Бізде 3 әріп қалады. 3 әріптің ішінен бізде үшінші алған кезде әріпі шығу керек. Олай болатын болса, оның шығу ықтималдығы 3-тен 1-ге тең болады. Көбейтеміз. Әріпі кеткеннен кейін бізде әріпі шығу керек. 2 әріптің ішінен. Олай болса, оның ықтималдығы 2-ден 1, одан кейін бізде әріпі ғана қалады. Оның ықтималдығы бізде 1-ден 1 болмаса 1 деп аласы сақта болады. Енді осы көбейтіндінің мәні бізде есебіміздің жауабы болады. 2-ге 3-ті көбейтсек 6, 6-ға 4-ті көбейтсек 24, 24-ті 5-ге көбейтсек 120. Олай болса, есептің жауабы 120-дан 1 шығады. Бұл бізде В нұсқасы. Төртінші, мына әріптері жеке парақтарда жазылып, мұқият араластырылған. Осы парақтарды тізбектеп қойғанда, жаза сөзінің шығу ықтималдығын табыңыз. Енді ол да алдындағы сияқты ықтималдықтарды көбейту формуласы бойынша есептеледі. P тең деп жазып аламыз. Бізде 4 әріп тұр, солардың ішінен бізде бірінші болып Ж әріпі шығу керек. Олай болатын болса, біз 4-тен 1 деп аламыз. Екінші әріпі шығу керек. Бұл жерде Ж кетіп қалғандығын, яғни 3 әріп қалды. Әріпінің шығу ықтималдығы бұл жерде бізде 3-тен 2 болады. Себебі 2 әріпі бар. Одан кейін көбейтілген мына бір бізде кетіп қалды. Ендігі біздегі үшінші әріпіміз З әріпі. 2 әріптің ішінен бізде З әріпі шығу керек. Олай болса, оның ықтималдығы 2-ден 1-ге тең. Көбейтілген З әріпі кеткеннен кейін бізде ғана әріпі қалады. Оның ықтималдығы 1-ге тең болады. Бұл жерде 2 мен 2-ні қысқартып жібереміз. Сонда бізде бөлімде 4 пен 3-тің көбейтіндісі, яғни 12 қалады, алымында 1 болады. Сонда жауабы 12-ден 1.